Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. 1992 жылдың шуақты жазында қаладағы ескі перзентханада біздер дүниеге келдік. Біріміз қыз, біріміз ұл. Екеуміздің түріміз ұқсас, бірақ мінездеріміз жер мен көктей еді. Әжем бірден ат қойып, мынау қыз Сабира, ал мынау ұл Саян болады деді. Қыз болсам да кішкентайымнан тентек болдым, төбелеске жақын едім. Ал Саян, ол керісінше еді. Көбіне гүлдерге күтім жасап, құстарға жем шашады. Құмда ойнап, кішкентай құмыралардан үй салып отыратын. Тіпті қуыршақ ойнауды жақсы көрді. Ал мен қуыршақтардың қол аяғын сындырып, жұлып алсам, Саян жылап қалатын. Соны қызық көретін едім. Ата-анам дәрігерлер, екі жақты міндет, екі есе жауапкершілік. Бірақ бала тәрбиесіне келгенде, оларда бірақ заң бар еді. Махаббатпен түсіністік, ешқашан дауыс көтермейтін, қандай жағдай болса да сабырмен түсіндіретін. Бұл қыз еркек боп туылмапты, дейтін ауылға келген туысқандарымыз күліп. Орны ауысып кеткен ғой Саян мен Сабираның. Әкем біздерді күрес пен боксқа жазды. Қыз бала болса да өзін қорғай білу керек, ал ер жігіт мықты болу керек дейтін. Бірақ Саян бірінші жаттығудан кейін жылап үйге келді. Оның әлемі басқа еді. Гүл, кітап, музыка, тыныштық. Ал мен төбелесті жақсы көрдім. Жаттығуда шаршы алаңнан шаңын шығарып жүрдім. Бір турнирде жеңіске жеткенде жаттықтырушым мына қызда ер мінез бар, нағыз чемпион деп мақтаған. Содан 11-ші сыныпты бітіргенде күрестен бірнеше рет жарыстарға барып жүлделі болып келдім. Біз есейдік, өмір өз арнасымен алға жылжыды. Мен өз жүрек қалауымен спортты таңдадым. Ал сыңарым Саян жедел жәрдемде фельдшер болуды жөн көрді. Екеуміз де білімге құштар едік, оқуда үздік болдық. Мұның бәрі ата-анамыздың берген тәрбиесінің жемісі шығар. Үлкенді құрметтеп, кішіге ізетпен қарауды сол кісілерден үйрендік. Арасында ауылға барып, әжеміздің бауырында тыныстап қайтатынбыз. Саян оқуын аяқтаған соң, әжем тұратын ауылдағы медпунктке жұмысқа орналасты. Сол жерде ауылдың қап-қара көзді, күнге күйген 1994 жылғы бір қызмен танысып, 2 ай өтпей жатып үйге келін етіп алып келді. Барлығы қуанып жатты. Тек мен ғана үнсіз едім, қуана алмадым. Саян жан дүниесі жарқырап тұрған жайдарлы мінезді, сүйкімді жігіт еді. Ал сол алған жары келген күннен ақ жүзіндегі жасандылықты байқадым. Жымиысы да шынайы емес еді. 200-лік дегеннің тірі мысалы дерсің, бірақ мен ештеңе айтпадым. Өйткені әр адамның өз таңдауы бар. Саян да жүрек қалауымен өмір сүргісі келді. Сол қызды шын сүйді. Махаббатына адал болды. Гүлдей мәпеледі. Алақанына салып аялады. Сөзімен де, ісімен де махаббатын күнде дәлелдеп жүрді. Алайда ол әйел оның сезімін бағалай алмады. Саянның кіршіксіз махаббатын тастап ластады. Міне осы жанымды жеп барады. Арада жылдар өтіп жатты. Уақыт деген өз дегенін жасайды екен. Саян үйленген соң көп ұзамай 2 баланың әкесі атанды. 2 жыл ішінде тұңғышы егіз болып дүниеге келді. Тап біз сияқты. Сол егіздердің бірін әке-шешемізге беріп, өз қолдарында өсіруге келісті. Саян жұмысын қалаға ауыстырып, бәріміз бірге тұрдық. Келінін әке-шешем ешкімнен кем көрмей, алтындай ардақтады. Еш қабақ шытпады, еш артық сөз айтпады. Тіпті балалары 1 жасқа толған соң ақ келін, мен мұғалім боламын, бастауыш оқимын деген тілегін айтқанда қолдап, оқуға түсіріп те жіберді. Саянның әйелі ауылдағы көп балалы отбасынан шыққан. Бұрын мүмкіндігі болмаған соң оқи алмаған. Сол мүмкіндікті біз бердік. Құда жекжаттық байланыс орнап, келіннің әке-шешесінде төрге шығарып, сыйлап күттік. Әсіресе әкем нағыз үлкен жүректі адам еді. Қыста сойылған 1 жылқының жарты етін құдаға деп арнайы дайындап жіберетін. Осындай сыйластықты көру бір бақыт еді. Алайда өкінішке қарай келіннің анасы бұл құрметті түсінбеді. Өзі көргенсіз, сөз танымайтын әйел болды. Қанша жақсылықты көрсе де бір рахметі жоқ. Әкесі момын, жуас кісі. Берген нәрсені әке-шешем еш уақытта міндет етпейді де. Бірақ өзін сүйген күйеуіне неге опасыздық жасады, түсіне алмай қойдым. Сол оқуға түскеннен бастап бұл келін қатты өзгерді.
Оқуға түскелі мінезі өзгеше болды. Телефонын тығып ұстап, бір құпиясы бар секілді. Мейлі ол ештеңе емес еді. Бір күні таңғы асқа тұрдық. Бәріміз алтыда тұрып шай ішіп, жұмысқа кететінбіз. Балаларға қарайтын нянямыз бар. Келін де таңғы асқа келетін, бірақ жоқ. Саянның өзі әйелін таппай қалды. Телефон соқсақ алмайды. Ауылдағы әке-шешесіне қоңырау шалдық. Олар да ештеңе білмейді. Сол күні кешке дейін келінді таппадық. Анам байғұс жылап, әкем таныстар арқылы полициядағы танысына звондап, әлгі қара қатынды іздедік. Сөйтсек бір еркекпен Астана қаласына пойызбен кеткенін вокзалдағы камера арқылы тауып берді. Көңілдесімен қашқан сорлы қатын. Саян сол кезде бас тартқысы келіп еді. Әке-шешем келіспей, балалар екі жақта өседі деп ажырастырмады. Әкем мен Саян келінді барып әкелді. Оған ешкім ештеңе демеді. Тіпті ұрыспады. Менің тілім қышып, жауап алғым келді. Оңаша қалғанда, неге кеттің өзге еркекпен? Сен жеркеніштісің деп едім. Бетіме күле қарап ештеңе демеді. Көп ұзамай тағы көтеріпті. Нақты Саяннан ба, әлде басқадан ба білмедім. Әке-шешем сол қатынның бетіне келмей, асты үстіне түсіп, бар жағдайын жасады. Ол платный оқуын өзі тастап кетті. Әр туған сайын баласы жасқа толғанда тағы да үйден қашып, оны іздеп тауып түк болмағандай қайтып алып келеді. Дені сау, ешқандай ауырмайды. Мен жасым 30-ға толғанда тұрмысқа шықтым. Күйеуім жақсы, бөлек тұрамыз. Ана сорлы қатын тағы қашып кеткен кезде әке-шешеммен тұрып жатқан жерден Саянға жеке пәтер алып берді. Келін бөлек тұрғысы келіп жүрген шығар деп анам солай айтып еді. Мейлі, енді тыныш жүреді деп ойладым. Сөйтсек Саян жоқта әр еркекпен болады екен сорлы. Бәрінен де Саян соңғы кезде қатты ауырып ем қабылдады. Әйелінен қатты көңілі қалғанын ешкімге айтпай жүре берген. Ол сорлы жақында 5-шісіне жүкті болды. Туған күні деп мен және әке-шешем итальянский алтын набор 450 мыңға алып сыйладық. Ал Саян iPhone 16 Pro'сын сыйлады. Әкем мен шешем 5-ші немересін күтіп жүрген. 30 аптасында ішім ауырады деп роддомға кеткен тағы да қашып. Тағы да іздеп таптық. Бұл жолы 73-ші жылғы еркекпен ұсталды. Түк ұяты жоқ. Әбден көңілдесімен қашуға дағдыланған. Өзі жүкті. Іші шермейіп шығып тұр. Түрі қапқара албастыны итеріп жүрген еркек те сорлы екен. Осыны қатын қылып отырған Саянның да намысы жоқ. Үйге бардым. Бәрі бұрынғыдай ет асып, шай ішіп отыр екен. Неше күн жоғалып кеткен құрметіне ет салыпты. Ашуланып бардым. Сен қатын жоғалуды қашан қоясың? Мына Саян қатынды түзе алмасаң, несіне еркек болып жүрсің деп айқай шығардым. Бұлай ашулану себебім күйеуім екеуміз кешірек жұмыстан келген едік. Поезд қуысында мына сорлы қатын әлгі 73-ші еркекпен сөйлесіп тұр. Күйеуім маған қарап, анау Саянның әйелі ғой, ұяттан жұрдай болыпты дегенде ашуым басыма шапты. Әттең, жүкті болды. Әйтпесе бір удар бергім келді. Анам ренжіп, хабарласпай, үйге келсе бетіне қарамай жүрдім. Неге бізді ала керісінше етіп жаратқан? Саянды қыз мені еркек қылғанда әлгі қатынның быт-шытын шығаратын едім деп іштей ашуланып жүрдім. Жұмыста жүргенде күйеуім хабарласты. Саян дәрі ішіп ауруханаға түсіпті. Мен үйдегілердің номерін блок еткен едім. Жұмыстан сұранып сыңарыма қарай ұштым. Әбден күйзеліске түскен. Мен жақтағы пәтерді албасы қатын өз атына аударып алған соң сатып жіберіпті де, балаларын бірін қалтырмай шұбырып, ауылына апарып, өзі әлгі көңілдесімен көшеде жүр екен. Үйден бір жола кетіпті. Содан анам жылап екеуміз әлгі қатынның үйіне бардық. Егіздер мен балаларды қолға алғысы келді. Өйткені қатын бармаймын деп отыр. Енді ол келсе аяғын өзім сындырамын. Сонда құдағидың үйі ескі лашық. Өз балаларын әзер асырап отырғанда жиендерін қалай асырамақ? Біз барғаннан көргенсіз шешесі айқай шығарды. Қызымның басын дуалапсыңдар. Шайына бір нәрсе қосып бергенсің сен қатын деп маған айқайлады. Жоқ, мен дуалап, Саян мен келінге от жағыппын, арасын суытыппын. Себепсіз әлгі сорлы қатынға күн бермейді екенмін. Ой ашуымды тыя алмай ұрғым келген. Анам құшақтап жібермеді. Егіздердің жасы 11-де. Әжеммен қайтамыз деп жылап отыр. Оған сұмырай шешесі, бармайсыңдар. Егер әжеммен кетсеңдер мен өліп қаламын деп қорқытты. Ескірген балалар ғой. Шешесін айырғысы келмей амалсыз жылап қалды. Саян есін жиды. Бәрін отырғызып қойып ұрыстым.
Бірінші рет әке-шешеме ұрыстым. Баяғыда бірінші рет кеткенде сол қатынды әкелмеу керек еді. Енді не болды? Бір емес 5 баланың көз жасына кім кінәлі? Анам төмен қарап, сол балалар үшін өзгеретін шығар деп едік. Саян енді ғана арсыз қатынды қайтып көрмейтіндей айтып, ажырасуға арыз берді. Сотта алимент төлеу үшін барлық баласынан денк алынды. Таң қалмадым. Егіздерден басқа бала біздің әулеттен емес. Ол месіз қатын егіздерді бермеді. Білмеймін ол балаларды ертең қалай бағып өсіретінін. Осындай нәпсіге берілген қатындар өз өмірімен балаларына қиянат жасайды. Түф, қолымда билік болғанда ғой, осындай зиянкес қатындарды құртуға арналған заң шығарар едім. Жақында босанды, туа салып бас тартқан көкек ана, детдомға өткізуге беріпті. Анам естіп дереу денка жасатқан еді, Саянның баласы емес екен. Анам ол баланы сонда да қолына алғысы келді. Бірақ жасына байланысты асырауға келмейді екен. Бейкүнә бір сәби, ессіз нәпсі құмар қатынның кесірінен шырылдап анасыз өмір сүретінін ойласам, жүрегім ауырады. Тағдыры солай болар. Әңгіменің соңы. Арнама жазылып, қолдау көрсетіп кетіңіздер.